Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары Айдар Сайтбеков Жетісу облысы полиция департаментінің жеке құрамымен кездесті. Министрдің орынбасары әр бөлімше басшысының жеке маңыздылығына назар аударып, олардың әрбірі өз қарамағында қызметкерлер үшін өркениетті тұлғамен қатар, үлгілі отағасынан бастап тиімді кәсіпқойға дейінгі бірнеше қасиеттерге ие болу қажеттілігін атап өтті. Бізге қойған талаптарды біз дұрыс орындау керекпіз. Бір жұдырықтай, бір жанұя ретінде бөлінбей, біреу құлап қалса оған қуанбай, бір-бірін қолдап жүру керексіздер. Кеңес аяқталғаннан кейін полиция генерал-майоры өңірдің патрульдік полицейлерімен кездесті. Министрдің орынбасары патрульдік полицейлер құқық бұзушылықтың алдын алуға, бірінші кезекте қоғаммен тығыз серіктестікте өзекті мәселелердің шешімін табуға бағытталуы тиіс екенін атап өтті. Жетісу облысының патруль полициялары ең адал, таза, еңбекті сүйетін, өз жұмысын сүйетін нағыз мамандар Жетісу облысында жұмыс істейді деп, әрқашан осылай сіздерге қарап, сіздерді ауыздарынан тастамау керек. Сіздер осы жерде, бұл өңірде үлкен тұлғалар дүниеге келді, білесіздер, дұрыс па? Сондықтан сол кісілер қарап тұр сіздерге. Сіздер сол кісілердің аттарын ұятқа қалдырмау үшін адал жұмыс істеу керексіздер. Сондықтан ертең Астанада барлық айту керек. Мына Жетісу облысының патрульдік полициясына үлгі алыңдар деп, сол деңгейге жетсеңдер, ең дұрыс баға сол болады. Келістік па? Рахмет, құрметті министрдің орынбасарымызға рахмет сізге. Өзіңіз келіп, осы жігіттерді жинап, үлкен мотивация жас лейтенанттарға сіздің жолыңызды берсін. Жаңа айтқан мотивацияның арқасында жұмысымызды адал істеп, өзіңіз айтқандай біздің еліміздің, халқымызға қызмет ететін азаматтар, бір алдыңғы шекте тұратын осы азаматтар, осы жігіттердің атынан, қызметкерлердің атынан министріміздің қойған талаптарын орындауға біз дайынбыз деп сөз береміз. Рахмет сізге.